Сәлем достар, менің есімім Көркем, жасым 24-те, үйімнің жалғыз ерке қызымын. Мен биыл Алматыдағы медициналық универді бітірдім. Бірақ карьераны кішкене қоя тұрып, тұрмыстық өмірді таңдадым. Аян екеуміз бір-бірімізді біраздан бері танимыз, бір-бірімізді қатты жақсы көреміз. Қазір үйленуге дайындалып жатырмыз. Ары қарай не болары өзіме де қызықмыз. Анашым, не жазып отырсыз? Қызым, ұзатумен құдалыққа қажетті заттардың тізімін жасап отырмын. Құдағи осылардың бәрін алсын депті. Мәссаған, осының бәрі кімге керек? Енеңнің айтқаны ғой, өзім де көбін естімеппін. Осындай жоралғыларды қашан қояды екен адамдар? Қалың малды қанша берсек екен? Медициналықты бітірген дейді ғой, қайдан білейін? Біздің Аян сияқты алтын жігітке тигеніне қуансын. Мына жаста оны кім алады? Қойнышшы, 24 жаста ғой әлі. 25-тен кейін ешкім алмайды. Алтынды граммын аздау ала берейік. Қалайсың жаным? Не істеп жатырсың? Би студиясына барғалы жатырмын. Қыздар күтіп отқан шығар. Үйленген соң би деген болмайды, ау. Неге? Сендердің қалаларыңда би студиялары жоқ па? Бар ғой, бірақ алғашқы уақытта мамалармен тұрамыз ғой, келіндік қызмет деген бар. Жарайды, бірдеңе қылармыз енді. Онда мен барайын, хабарласармыз. Отағасы, мына құдағи маған тым қатал, суық болып көрінді. Қалай болар екен? Қызымыз ол отбасымен тіл табысып кете алар ма екен? Қымбаттым, уайымдамашы. Құдағи қатал болса, құда тым жақсы кісі екен. Бәрі жақсы болады, бастысы екі жас бірін-бірі ұнатса болды. Тапқан қызы осы ма? Қап-қара мұрны пұштиған біреу ғой, біздің Аянның жанында тұрмайды. Айтпа, маған да о баста ұнамады. Өз-өзіне тым уверена екен. Иіліп тұрған келінді көрмедім. Вау, Аян жаным, келіншегің қандай сұлу еді. Тфай-тфай, тіл көзден аман болыңдар. Көркем, танысып қой, бұл Мәнсия тәте. Сәлем бердік, Мәнсия тәте. Көп жаса, айналайын. Осылайша менің келіндік өмірім басталып кетті. Мен күтпеген небір қызықтар мен қиындықтар басталды десем де болады. Жалғасы көру үшін арнаға тіркеліп кетіңіздер.